Мына Түркістан облысы Келес ауданы, мына жүзімдік елді мекенінің полициясы мына жас баланы жолда айдатып келе жатыр. Бұл қаншалықты заңды? Мына Келес ауданының полиция бөлімінің басшысы, мына жерде мынау старший, учаскелік полицияның старшийы Сағынтай деген жігіт. Бұл қаншалықты заңды? Жеке машинесімен, көлігімен. Иманғали? Ассаламалейкум. Тыйым салынады басқаруға. Бұл басқаруға бола ма жалпы? Тыйым салынады. Мына жас бала, мынау 2009 жылғы бала, жас бала да, 18 жасқа толмаған. Хорошо. Иә, сен қаншалықты заңды бұл? Ал? Қазақстан Республикасының, иә? Әкімшілік құқық бұзушылық. Заңға қайшы келе жатсыз ғой қазір? Ал? Заңға қайшы келе жатсыз ғой жалпы, мойындайсыз ба? Әкімсіз шарасын көреміз, ана жігіттің айдап жүрген. Жоқ, дұрыс қой, көресіз, бірақ жалпы айдауға ақысы бар ма? Ақысы жоқ қой енді. Ақысы жоқ па? Жоқ, қалай айдатып келе жатсыңдар онда? Ал? Қалай айдатып? Әкімсіз шарасын көрейін деп отыр, қайтып беріп қойын. Түркістан облысы Келес ауданы, мынау жүзімдік елді мекенінің учаскелік полициясы, мынау Сағынтай деген жігіт, старший. Бұл қаншалықты заңды? Мына жас баланы не үшін қалай айдатып келесіздер? Жас бала? Иә, мына жас баланы. Жас бала Кәмелет жасына толған ба? Толмаған ба кәмелет? кім боласыз? Мен ағасы боламын. Ағасы? Иә, ағасы боламын. Біздің іс-әрекетке кедергі келтірмеңіз. Жоқ, мынау айдауға болмайды. Мынау інім жолда егер де бір толған ағаңыз, ініңіз. Кәмелет жасына толған 19 жасар азамат. 19 ешқандай кедергі келтірмеңіз. Полиция қызметкерінің іс-әрекетіне кедергі келтірмеңіз. 19 жасар азамат па? Кодекстің 667 бабы бойынша ескертем. Болды. Кедергі келтірмеңіз. Егер де Інім осы бойынша талабына бағынып айдаңыз. егер де бұл бала қай жылғы екенін білесіздер ме жалпы? Иә? Қай жылғы? 2004. Қандай 2004? Жоқ, 2007. Бұл кәмелет жасына толмаған. Құрметті Иманғали мырза, міне мініп келе жатсыздар қазір. Біз жолда түсіріп келе жатырмыз. Иә, бұл көлікті басқаруға ақысы жоқ мұның. Ақысы жоқ. Сіздер қалай бұларды? Жіберіңіздер, кіре Жоқ, жоқ, басқаруға ақысы жоқ қой. Деп ескертіп келіп. Жалпы, Сіз ескертіп келіп, жолда тоқтатып, видеоға түсірудің не қажеті бар? міне тұр ғой, мына бала қазір бір жағдай болса, мынау ініміз. Сіздер жауап бере аласыздар ма? Енді полиция қызметкері бірге келе жатыр ғой. Сіздер заң талаптарын бұзып жатқандарыңызды білесіздер ме жалпы? Сағынтай мырза? Бұзылып жатыр, иә, әрине бұзылып жатыр. Мынау менің інім. Менің жанашырым, інім. Онда сіз айдаңыз. Келе жатыр. Мен айдауға құқығым жоқ мұның. Кім айдайды? Айдауға құқығым жоқ. Айдаудан бас тарта ма енді? Айдаудан бас тартады. Болды, Өшірге тоқта. Иә? Айдаңыз. Көріңіздер. Жалпы енді осы қазір басқарып келе жатқан заңды ма, заңды емес па жалпы? Заңсыз ба? Сағынтай мырза, заңсыз ба? Иә. Не үшін басқарып келе жатсыңдар онда? Заңсыз болғаннан кейін барып тоқтатып, алып келіп жатырмыз. Жоқ, бұл кәмелет жасына толмаған ғой. Сіздер қалай бұны? Алло. Иманғали? Мына жанында мынау өз көліктерімен келе жатыр, мына арқасында біреуі. Мына Иманғали мырза, енді мына үстіне киіп жатыр, үстіндегін шешіп тастаған. Батальон патрульной полиции, старший лейтенант Тумаров. Выйдите, пожалуйста. Свет включите, пожалуйста. Свет жақпағансың ба? Жанып тұр. Свет включите, пожалуйста. Представьтесь. Я же представился. Жоқ, служебный удостоверение покажи. Че свет қоспайсыз? Қосылып тұр ғой міне қара. Қосып тұр. Міне. Омаров Туман Дулатович. Срок 29.06.29. Включите свет, пожалуйста. Вот без света Можете, да? Свет включен, ближний. Что включили? Это дальний включил сейчас. Ключом был Зачем дальний включать? Дальний сейчас включил. Ключом был ближний, говорю. Зачем сейчас включать дальний? Я же говорю, просто включите свет у вас на габарит. Свет у вас уже есть.